Бұл өте қызықты, себебі сіз білесіз бе, мен басқа сұхбаттарды жүргізгендіктен орысша сөйлейтін адамдар маған өте сирек, ой, я хочу уехать из Казахстана деп айтты. Бірақ сіздің айтуыңызша олар, әртүрлі, сондықтан олар өз ұлтына намыс болуы мүмкін. Және бұл жақсы, бұл табиғи. Бірақ басқа адамдар, неге олар өз ұлтына, олардың деген, как это сказать, неге олардың өз ұлтына деген көзқарасы, сүйіспеншілігі, көзқарасы, төмен дейсіз ғой, төмен дейсіз ғой, енді көпшілігі шетелде тұрып көрмеген, оларға шетелде тұру бір арман сияқты, ол жақ жұмақ сияқты елестейді, ал мен өзім Америкада да тұрып көрдім, Чехияда 10 жылдан аса уақыт тұрып көрдім. Мен үшін шетел арман емес. Мен ол жақта өмір сүріп көрдім. Менің ол жақта керісінше патриоттық сезімім күшейіп кетті. Мен балаларым қазақша сөйлесін, мен қазақ еліне қызмет етемін деген мақсат қойдым алдыма. Мен қазіргі жағдайда да, елдегі дағдарыс болсын, елдегі әділетсіз жағдайларда да елден кетемін, басқа елге барып өмір сүремін деген алдыма мақсат қоймадым, және қоймаймын да. Себебі мен өз елімді қандай сол күйінде жақсы көремін, және оны дамытуға тырысамын. Басқа көп замандастарымыз, басқа да азаматтар елдегі проблемалардан шаршап, басқа елде керемет болып тұрғандай, сол жаққа барып өмір сүргісі келеді, сол жақты да өздерінің өмірлерін дамытқысы келеді. А негізі адам өзінің жанынан бастау керек проблеманы, Егер әркім өзінен бастаса, жан жағы да соншалықты жақсы болады деп ойлаймын. Менің жанымда барлығы жақсы. Енді Аллаға шүкір, мен өзімді, өз елімде бақытты сезінемін. Мен шетелде де ешқандай проблеманы көрмедім. Ол жерде де мен өзім соншалықты бақытты жүрдім. Қазақстанға қайтып келгенде де менде ешқандай проблема болған жоқ. Кейбір әріптестерім айтып отыратын, сендер культурный шок болмады ма деп. Жоқ, менде болмады, өйткені мен қазағымды қандай сол күйінде жақсы көрем. Проблема қандай сол күйінде қабылдап үйрену керек. Бірақ мен орысша осы сұрақ қоямын. Қоя беріңіз, Я вот один момент не понимаю, то есть если хотят жить за рубежом, если это дело, если это какая-нибудь мечта для многих казахстанцев, зачем не учить, зачем не знать свой родной язык? Я эту связь не очень понимаю. То есть русский язык тоже не поможет за рубежом, а вообще-то родной язык казахский. Олар неге үйренбейді, егер олар шетелде тұрғысы келсе. Мен осы жайтты түсінбеймін. Мен де осы мәселені жиі айтамын, себебі біздегі көпшілік азаматтарымыз өз тілін білмейді, ана тілін білмейді, бірақ шетелге барып, 3 айдың ішінде, 1 жылдың ішінде сол тілді үйреніп шығады. Сол кезде мен ылғи да айтамын, сізден кез келген шетелдік ана тіліңіз қандай деген кезде сіз айта алмайсыз ғой. Сол кезде сіздің намысыңыз жермен жексен болады. Намысыңыз тапталады, сіз соны білесіз бе деп талай адамға айттым. Өйткені мен Чехияда тұрғанда қазақша білмейтін балалар, оқушылар Чехияға келіп, өз ана тілдерін білмей, сол чех тілін үйренді. Ақша төлеп 1 жыл бойы үйренді. Ақыры сол Чехиядағы оқуға тегін түсе алмады. Одан кейін тағы 1 жыл ағылшын оқиды, сосын сол ағылшын тілінде оқып үйренеді. Енді олар Чехияға барып, чех тілін 1 жыл үйренді, ағылшын тілін 1 жыл үйренді, ал өзінің ана тілін білмей қалды сол күйі. Олар кімге керек? Сол шала жансар чех тілімен, шала жансар ағылшын тілімен олар мықты маман болып кетпейді. Өйткені өзінің ана тілін білмейтін адамдарда ішкі діңгек мықты бола алмайды, ішкі рух мықты бола алмайды. Яғни ол мықты маман бола алмайды. Әркім өз ана тілін білмесе, анасы жоқ адам сияқты болады.
Сондықтан ең бірінші кезекте адам өзінің ана тілін жақсы білу керек, одан кейін басқа тілдерді үйрену керек. Бізде мықты ақынымыз айтып кеткен, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп. Сол сияқты біздің замандастарымызға, мен өзімнің өз отандастарыма ылғи да айтамын, және сол жайлы постта жазғанмын. Ең бастысы ана тілімізді білейік, одан кейін қанша тіл білсеңіздер де өз еріктеріңізде. Мен келісемін, мен толықтай келісемін. Бірақ